Амастырма балар, қалдарың қалай? Балар, мынандай бір есеп қарастырайық. Сыйымдылығы сыбыр конденсаторды обертен 500 вольт кернеуге дейін зарядтаған. Бұл конденсатордың сыйымдылығы 4 микрофарада зарядталған конденсатормен параллель қосқан кезде вольтметр 100 вольт кернеуді көрсеткен сыбыр сыйымдылықты табыңыз дейді. Енді бұл жерде екі жағдай болып келеді. Бірінші жағдайда тек қана бірінші конденсаторды зарядтаған, ол зарядтаған кезде оның кернеуі 500 вольт көрсеткен. Одан кейін осы зарядталған конденсаторды зарядталмаған конденсаторға параллель жалғау арқылы жалпы кернеу 100 вольт кернеуді 100 вольт кернеуді алған. Енді біздің мақсатымыз осы екінші тәжірибеге сүйене отырып біз бірінші конденсатордың сыйымдылығын анықтау екен. Бұны анықтау үшін балалар біз тағы да электр зарядын сақталып заңын еске түсіруіміз керек екен. Біріншіден, екіншіден параллель қосқан кезде U1 пен U2 өзара тең 100 вольт екенін білуіміз қажет. Енді электрлеу кезінде электр зарядын ешқайдан алынбайтынын және із-түзсіз жоғалмайтын, ол бір денеден екінші денеге өтетін және тұйықталған жүйеде жалпы толық зарядын сақталатын еске түсіруіміз керек. Бұл зарядын сақталу заңының қағидасы. Сондықтан бұны жалпылама түрде жазып қояйық. Алдымен Q1 қосу Q2 қосу Q3 қосу Qn тең констант. Яғни зарядымыз жоғалмайды, жоқтан пайда болмайды, ол бір денеден екінші денеге өтеді және толық заряд сақталады. Енді біздің есебімізге байланысты осы зарядтың сақталу заңын жазып көрейік балар. Яғни басында бір конденсаторымыз көнелебой бір заряды сақталып тұрды. Одан кейін ол зарядталмаған екінші конденсаторға қосылған кезде зарядымыз бөлінді, Q1 және Q2-ге бөлінді тұйықталған жүйе үшін. Бұл біздің бірінші теңдеу, мынау біздің екінші теңдеу. Енді осы жерде көнелебой бірді ашып жазайық балар. Көнелебой біріміз ол басындағы зарядтың сыйымдылығы мен U1-ға көбейтіндісіне тең. Бұл біздің үшінші теңдеу. Q1 үшін жазайық балар. Q1-іміз балар U1 сыбыр көбейтілген U1-іміз U-ға тең. Екеуін кернеу өзара тең болады. Параллель жалғандығы. Сондықтан бірден жазып қояйық. Сыбыр көбейтілген U2-ге 4, яғни Q1-ді басым аяғын біріктіріп жазып қояйық. Сыбыр көбейтілген U2 болды. Q2-іміз S2 көбейтілген U2 6. Сонымен балар 5, 6, 3-ті 2 қояйық. 5, 6, 3-ті 2-ге қоямыз. Сыбыр U1 тең болады. Сыбыр U2 қосу S2 U2. Бұл біздің жетінші теңдеу болсын. Енді балар сыбырды теңдіктің сол жағына шығарайық. Бәрін бір жаққа жинақтайық. Сонымен сыбыр U1 минус сыбыр U2 тең болады S2 U2. Екінші теңдеу. Енді сыбырды жақшына сыртына шығарып жерімізге болады. Сыбыр U1 минус U2 тең болады S2 көбейтілген U2. Осы жерден сыбырды өрнектеп шығарып алуға болады екен балар. Сыбыр тең болады S2 U2 U1 минус U2. Бұл біздің 10-шы теңдеу болды. Енді орнына қойып шығарайық. Бәрі бар, е. Сонымен сыбыр тең болады S2-іміз 4 10 минус 6 дәресі. 4 көбейтілген 10 минус 6 дәресі. Фарада U2-іміз 100 вольт. 12 дәресі вольт. U1-іміз 500 вольт. 500-ден 100 алсақ 400-е 4 10-нан 2 дәресі вольт. 12 дәресі мен 12 дәресін вольт пен вольтты қысқартайық. Сонда бізде 4 пен 4-ті қысқартайық. Сонда 10-нан минус 6 дәресі фарада қалды. Яғни сыбырымыз 1 микрофарада.
Балар енді есебімізді толық түсіну үшін ары қарата мен міне жазып қойдым. Q1-ді тауып алайық, Q2-ні және Q нөлевой 1-ді тауып алайық. Енді Q нөлевой 1-ді біз үшінші теңдеу арқылы табайық. Үшінші теңдеуден Q нөлевой 1 табайық. Q нөлевой 1 тең болады S1 U1 деп жазып қойдық. S1-іміз 10-6 дәресі фарада болды да, U1-іміз 500 вольт. 5 бөлген 10-2 дәресі вольт. Яғни 5 бөлген 10-4 дәресі кулон болды. Q нөлевой 1-іміз тең болады 5 немесе 500 микро кулон деп жаз қойымызға да болады. Кулон. Келесі Q1-ді табайық балар. Q1-іміз енді S1 U2 тең болады. S1-іміз 10-6 дәресі вольт. Көбейтілген U2-іміз балар 100 вольт. 10-2 дәресі вольт. Тең болады 10-4 дәресі кулон. Немесе Q1-іміз 100 микро кулон деп жазымызға болады екен. 100 микро кулон. Q2-ні де осылай өрнектеп шығарып алайық балар. Q2 тең болады S2 U2 тең болады. S2-іміз біздің 4-6 дәресі вольт фарада. 4 көтілген 10-6 дәресі фарада. Көтілген 10-2 дәресі вольт тең болады 4-4 дәресі кулон. Сонымен Q2-мізде шықты балар. Q2 тең болады 400 микро кулон. Енді балар біз бұл Q1, Q2, Q нөлевой 1-ді не үшін таптық? Енді осы есебіміз дұрыс па қате ме дәлелдеу үшін және есепті дұрыс түсіну үшін. Біз енді әрбір есеп шығарған кезде егер дұрыс түсіну үшін осыны оқып үйрену үшін шығарамыз ғой, балар, дәлелдеу. Яғни біз және жаздық Q нөлевой 1 тең болады заряд сақталу заңы Q1 және заряд сақталу заңын осы жерде тағы да дұрыс екен дәлелдеп кетеміз. Және өзіміздің есебімізде дұрыс екен дәлелдеп кетеміз. Сонымен Q нөлевой 1-ді жазайық. Q нөлевой 1-ді табайық. Яғни бізде 10-4 дәресі кулон қосу 4 көбейтілген 10-4 дәресі кулон тең болады 5 көбейтілген 10-4 дәресі кулон. Яғни біздің Q нөлевой 1-іміз 500 микро кулон болды. Біз шығарған кезде де міне балар 500 микро кулон болған. Қоршап қойайын. Ерекше бөлек жерге есеп шығарған кезде, талдаған кезде әрбіреуі осы түсінікті болу үшін. Сонымен бұл есеп шығаруының барысында біз негізгі есепте теңдеуді зарядтың сақталу заңын пайдалана отырып шығардық. Егер зарядтың сақталу заңын дұрыстап отырып түсінетін болсақ, біз келген физикалық шаманы осылай қарастырып, шығарып, одан кейін артынан дәлелдей салуымызға болады екен. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.